Ассалаумағалейкум көрермендер, Еламан фильмс арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ тіліне аударылған топ 5 тарихи жанрдағы дорамалар туралы айтатын боламыз. Бізде бұл екінші бөлім, алда басқа да бөлімдер шығады. Бұл дорамалардың кейбірін біздің ВКонтакте тобымыздан көре аласыздар. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тілді арнаны қолдап каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басуға ұмытпаңыз. Олай болса видеоны бастайық. Видеомыздың 5-ші орында Ханзада дорамасы. Көрерменнің назарына 2007 жылы ұсынылған. Көрерменнің 82%-ын ұнаған. Дорама 77 бөлімнен тұрады. Біз тақтың прогрессивті реформалық идеяларымен және халыққа жақындығымен танымал жаңа патша Лисанның өмірі қалай өтетінін көреміз. Әрине, бәрі оңай емес. Лисан тақ үшін ғана емес, өмір үшін де кескілескен күрес жүргізуге мәжбүр болады. Ата-анасының қолынан қаза тапқан әкесінің тағдырын қайталағысы келмеген Лисан шенеуніктермен, жоғары дәрежелі шенділермен қажет болса өз отбасымен соғысады. Бұрыннан қалыптасқан басқару жүйесін қайта құру күрделі мәселе. Қастандық әрекеттер кейіпкеріміздің халық алдындағы борышын өтеуге кедергі келтіреді. Бірақ ол бәріне төтеп береді. Өйткені ең жақын адамдары кез келген сәтте көмектесуге дайын болады. Видеомыздың 4-ші орында Тауып Хожун дорамасы. Көрерменнің назарына 1999 жылы ұсынылған. Көрерменнің шамамен 86%-ын ұнаған. Дорама 64 бөлімнен тұрады. Хожун Юн мырзаның некесіз ұлы. Маусымды дәрілік шөптерді сатуды бастайды. Оның кәсібі көбінесе бұзақылардың шайқасына алып келеді. Бірақ ол өз өнімін өте мұқият зерттеп, емдік шөптерді өте жақсы түсініп сатады. Хожун бай ақсүйектердің балаларымен бірге білім алады. Алайда ол ақсүйектің балаларымен бір деңгейде бола алмайды. Себебі некесіз туылған ұл еді. Күндердің күнінде кейіпкеріміз дәрілік шөптерді заңсыз саудалайтын контрабандашылармен байланыс үшін сақшылардың қолына түседі. Олар да мемлекеттен қуылған сатқындар болып шықты. Бұл оқиға Хожунның өміріне маңызды рөл атқарады. Әкесі баласын түрмеде азапты өлуге жол бермей қашып кетуіне көмектеседі. Осы сәттен бастап бәрі басталады. Тағдыр біздің кейіпкерімізді сарайға апарады. Ол корей медицинасын туралы алғашқы кітаптарды жазған сол кездегі ең танымал дәрігерге айналады. Топ 3-ке де келіп жеттік. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басып, дорама көретін достарымызға таратамыз. Видеомыздың 3-ші орнында Қайсар ханша дорамасы. Көрерменнің назарына 2009 жылы ұсынылған. Көрерменнің шамамен 90%-ын ұнаған. Дорама 78 бөлімнен тұрады. Сериал нақты тарихи оқиғаларға негізделген. Болашақ Қайсар ханша ұлы Корей әулетінің отбасында өсті. Оның үлгісі ұлы жауынгер және стратег болған оның атасы Ван Гонг болды. Атасы немересіне өз мақсатына қалай жетуге болатынын үйреткен. Ол өсіп атасы генерал Ван Гонг сияқты болды. Атасы қайтыс болғанда Чончу билік туралы ойлай бастайды. Ол шетте қалып ағаларының елді ойрандап жатқанын көре алмайды. Билікке жету үшін ол барлық туыстарынан басып озады. Тақты басып алған ол Қайсар ханша деген лақап атқа ие болады. Қарапайым қыз империяны билейді, тіпті одан кез келген билік иесі қорқады. Чончу елін жоғарға көтеру үшін өз армандарынан бас тартып көптеген соғыстарда жеңіске жетеді. Видеомыздың 2-ші орнында Дони дорамасы. Көрерменнің назарына 2010 жылы ұсынылған. Көрерменнің шамамен 91%-ын ұнаған. Дорама 60 бөлімнен тұрады. Дони романтикалық драмасы. Өмірдің әртүрлі салаларындағы ғашықтардың әсерлі тарихын баяндайды. Кейде Донидің тағдыры жас кезінен ауыр сынақтарға ұшырады. Донидің әкесі мен ағасы қаза тапқаннан кейін ол сарайға кір жуушы болып жұмысқа кіреді. Алайда оның әкесі мен ағасының өліміне деген кек пен ыза бар еді. Көп ұзамай Дониге Суджон патшаның көзі түседі. Әрі қарай не болатынын Дони дорамасынан көре аласыздар. Ал енді көптен күткен дорама. Видеомыздың 1-ші орнында Әмірші әйел дорамасы. Көрерменнің назарына 2013 жылы ұсынылған. Көрерменнің 92%-ын ұнаған. Дорама 51 бөлімнен тұрады. Әмірші әйел өміріндегі нақты оқиғаларға негізделген. Ол Корея елінде дүниеге келген және кейіннен Юань империясының соңғы императоры Тоған Тимурдың әйелі болады. Оқиға Ки Соньяның жастық шағынан басталады. Ол анасынан ерте айырылады. Ол өлмей тірі жүру үшін жас жігіт болып жүруге тура келеді. Нәтижесінде тағдыр қызды Коре ханзадасы Ван Юға, сондай-ақ жақында таққа отырған Тоған Тимурға қарсы итермелейді. Саяси интригалар мен әскери қысым Кореяның Юань империясының бір бөлігі болуына әкеледі. Ван Ю патша тақтан түсіріліп, жібек жолына көшпелі тайпалардың шапқыншылығынан қорғау үшін шекаралардың біріне жіберіледі. Болашақ патшайымның өзі тұтқынға түседі және ол император сарайында қызметші болып жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ол Юань елінде жүріп ақ күннен Юань ханының әйелі дәрежесіне дейін жетеді. Ол патшайым болған уақытта таққа талас өршіп тұрады.
осымен дорамалар аяқталды, жалғасын күтіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Elon Films каналға тіркеліп қазақ тілді арнаның өсуіне қолдау білдірейік. Видеоға лайк басып, осы дорамалардың қайсысын көрдіңіздер, комментарийға жаза кетіңіз. Және келесіде қандай дорамалар көргілеріңіз келеді, соны да айта кетіңіздер. Және осы видеоны достарымызға тарата отырайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.